Қайнатпалы кремді, яғни заварной кремді үйретемін. Үй жағдайында өте оңай. Бар жоғы 5 минутта дайын болады. Соңына дейін қарап шығыңыздар. Жұмыртқаның үстінен шекерді саламыз. Беншіктің көмегімен араластырып аламыз. Оның үстінен кукурузный крахмалды саламыз. Кукурузный крахмал болмаса, картофельный крахмал да болады. Енді қайнап тұрған сүттің аз ғана бөлігін үстінен құйып араластырып аламыз. Қалған сүтті газдың астына от жағып, өте баяу отта осылай араластыру арқылы қоспамызды аз-аздан салып араластырамыз. Араластыруды мүлде тоқтатпаймыз, сонда креміміз біркелкі, ешқандай іртік болмай шығады. Қайнатпамызды осылай бөліп саламыз. Видеодағыдай жасаңыздар, өте оңай. Шамамен осылай араластырып жатқан кезде, қоюлана бастады деген кезде сары майымызды салып, тағы да араластырамыз. Араластыруды тоқтатпаймыз. Міне осылай қою